Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Gearbest сайтынан келген кезекті тапсырыс. Мынаның ішінде Apexel деп аталатын компанияның шығарған осындай ұялы телефонға арналған мынандай кішкентай линзалары. Мінекей мына жерде өзінің бір юзер мануалы бар екен. Мінекей түрлі түсті суреттермен ағылшын тілінде және арт жағында қытай тілінде. Және осылай сыртынан мынандай өзінің әдемі қағазына оралып қойылған. Мына жерде мінекей мынандай карабинчигі бар екен. Барлығы осы бір осындай кейстің ішінде. Мына жерде өзінің линзаларды сүртетін шүберегі бар. Мынау жаңа линзаларды ұстатуға арналған қыстырмасы. Брендтің аты, барлығы сапалы түрде істелінген. Мінекей мына жерде резиновый кішкене тайғанақ алмауға көмектесетін. Және мінекей мына жерде линзалары, линзаның түрі бар. 5 түрлі линза бар екен. Ең кішкентайы CPL дейді. Бұл линза шатаспасам мынандай күннің жарықтығын, жаңағыдай қатты жарықтарды реттеуге арналған линза болу керек. Егер қателесіп жатсам, түзетерсіздер комментарийде. Мінекей жазылғаны CPL Mobile Phone Lens дейді. Және екінші линзамыз бұл жерде мінекей телефото ленс 2X дейді. Яғни бұл 2 есе жақындатып көрсететін линза. Үшінші линзамыз. Мына жерде 2 түрлі линза бар екен. Мінекей мына бірінші линза 16X дейді мінекей. Макро 15X. Және екінші линзасы. Бұл керісінше алыстататын сияқты. Алыстатқанда жаңағыдай широкий угол дейді ғой, жаңа экшн камералар қалай түсіреді, сол сияқты түсіруге арналған линзалар. Яғни осы линзаның көмегімен түсіретін болсақ, экшн камералар сияқты көп затты кадрға алады деген сөз. Және бесіншісі ең үлкені мінекей Fish Eye ленс дейді, 198 градус. Мінекей достар, мына корпустары темірден істелінген, өте сапалы жасалған. Мінекей мына ұстағышының өзі де сапалы жасалған, жаңа көрдіңіздер. Мысалға бір тауға, табиғатқа саяхатқа шыққан кезде, мінекей өстіп белімізге мінекей карабинчиктің көмегімен қыстырып аламыз, қалтамызды не болмаса ұстап жүруге артық орын алмайтын осындай бір керемет кейсімен өте жақсы құрал.